получается здесь. Смотри, Костя, вот так вот красиво или вот так вот? Анау не орысша, не казахша сөйлей алмайды. А мы будем такие нарезки делать прикольных слов, типа, ну, как тизер, Можно делать, по идее, да? да? Какие-то кринж-моменты. Мгм. Начинаем? Мгм. Ал қайырлы күн қымбатты көрермендер. Бүгін біздің қазақша подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта жалпы қазіргі кезде қоғамға өз пайдаларын тигізіп жүрген, өздерінің үлестерін қосып жүрген плюс бір қайырымдылық қорының жетекшісі Динара ханым келіп отыр. Динара ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді бірінші сұрақ әрине біздің көрермендерімізге өзіңіз жайлы бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіз. Өзім жайлы айтқанда, есімім Шажымбаева Динара. Мхм. Өзім солтүстік Қазақстан облысының тумасымын. Петропавл қаласында тудым. Негізі барлық өмір бойы қалада туып өскенмін. Мхм. Бірақ 5-ші сыныптан бастап мені дарын мектеп-интернатына берген. Сол кезде интернатта тұрып, менің класстастарым сол ауылды жерлерден келген, сабақты жақсы оқитын, Мхм. емтихан тапсырып, сондай мақсаты бар, сондай класстастарым болған. Солармен бірге біз 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін интернатта тұрып, бірге сабақ Жатақханада оқып, тұрып, иә? жатақханада тұрып, Иә. Мхм. барлық енді өсіп, барлық қиыншылықтарды, қызықтарды Мгм, көріп, мгм. қазіргі күнге дейін қарым-қатынастамыз. Мгм. Және де негізі тек қана сыныптастар сияқты емес, аға іні сияқты жақын болып қалдық. Жақсы, жақсы. Енді осы сұрақтан кейін тағы да бір сұрақ туындап тұр. Жалпы қайырымдылық қорына осы бір компанияға, осы бір жобаға қалай келдіңіз? Менің ойымша көрермендерге ол өте қызық сұрақ деп ойлаймын. Негізі менің жұмыс жолым қызық. Мгм. Өзім сол Петропавл қаласында Манаш Қозыбаев атындағы университетін бітірдім. Мгм. Эколог мамандығына. Содан кейін эколог болып 3 ай жұмыс жасадым. Түсіндім, ол кішкене менің мамандығым қиын болған қыз балаға. Сол үшін мен банк саласына бардым. Маған өте ұнады. 5 жылдай банк саласында жұмыс жасап, шаршап, сосын мені Астанаға көшіп, сол бірнеше жыл банкта жасадым. Және де мені болашақ қайырымдылық қорында бір қайырымдылық жобаға шақырды. Сол кезде маған өте қызық болды. Мен ойладым, өз өмірімді сол кезде 180 градусқа өзгертіп, осындай шешім қабылдадым. Негізі мен өзім студенттік кезімнен активист болдым. Жастар қоғамдық қорының, сол кезде Альянс студентов Казахстана деген жетекшісі болдым. Біз әртүрлі студенттермен бірге акциялар жасадық, интернаттарға көмектестік, балалар үйіне барып. Сол менде студенттік кезінде жақын болды, бірақ мен ойламадым сондай қайырымдылық қорда жұмыс жасауға болады деп. Сен өз хоббиіңді, өз миссияңды, мысалы саған қайырымдылықпен айналысқан ұнайды, және де сен содан жұмыс жасап жалақы алатынына мен білмедім. Сол кезде мені шақырғанда маған өте қызық болды. Мен сондай шешім қабылдап, сол қайырымдылық жобаға бардым. Бірден банк саласынан кетіп қалдыңыз. Иә. 5 жыл жұмыс жасаған. Мені өте жібергісі келген жоқ анда. Есімде анда директорының орынбасары айтты: қайырымдылыққа неге барасың, сосын ана адамдардан ақша сұрап, неге керек саған ол? Сосын мен айттым, жоқ, мен барам, егер ештеңе болмаса жарайды, қайтадан келемін деп. Сондай менде кез болды, өз өмірімді өзгерткім келді. Және де осындай қайырымдылық жоба маған ұнады. Ол осы емес, болашақ қорында. Біз әртүрлі қайырымдылық қорларға көмектестік. Фандрайзинг жобасы. Және де ол жерде мен көптеген опыт, Тәжірибе алдыңыз, тәжірибе алдым. Жақсы. Содан кейін сол қорда жұмыс жасағанда мен осы плюс бір қор туралы естідім. Анда
біздің жетекшіміз, SEO Дәурен Төлебаев Пича Мгм. Куча іс шарасында осы жобамен презентация жасаған. Таныстырды сіздерге, Иә, аха. сол кезде маған осы жобаның миссиясы өте қатты ұнады. Білмеймін неге екенін, себебі көбелек эффекті бәрін, Мгм. ауылды мекендерде көбінде техникасы жоқ. Сол кезде мен ойламадым, ауылды мекендерде балаларда техникасы жоқ екен. Біз ешқайсымыз ойламаймыз ғой, өзіміз жүреміз, бізде интернет бар, техника бар, барлық мүмкіндік бар. Сол кезде мен ойладым, қандай мықты жоба, тек қана акцент ауылды балаларға. Мгм. Себебі алдын ала айтқандағыдай, менің көп класстастарым, олар өздері ауылды жерлерде туылған. Қазір көбі мықты должность, мықты жерлерде жұмыс жасайды. Ауылды мекендерде өте көп ақылды және де потенциальный Қабілеттері жоғары. қабілеті жоғары, бірақ сондай мүмкіндік оларға керек ашылу үшін. Өте көп ауылды мекендерде сондай балалар, талантты. Аха. Жалпы ауылды мектептерде көп осындай бір дарынды жастар тәрбиеленіп шығып жатыр дейсіз ғой жалпы, иә? Иә. Мгм. Бірақ біз соларды көре алмаймыз, мүмкін. Себебі кейбірінде мүмкіндігі жоқ, Мгм. иә, өз қабілетін көрсетуге. Жақсы, мен ойлаймын сіз қазіргі кезде өзіңіздің қалаған жұмысыңызды жасап жүрсіз деп, иә, осы Иә. салаға келгеннен кейін. Мгм. Жақсы, жақсы. Енді қайырымдылыққа, осы плюс бір қайырымдылық қорын сіз қалай бір сөзбен айтатын едіңіз? Неге Мгм. олай айтатын едіңіз және? Негізі біздің жобамызды бір сөзбен айтсақ, мен мүмкіндік деп айтушы едім. Мгм. Себебі біз балаларға ноутбук сыйламаймыз. Мен үнемі айтам, балаларға да айтам, иә, іс-шара болғанда. Мен айтам, біз сіздерге ноутбук сыйламаймыз, біз сендерге мүмкіндік сыйлап жатырмыз. Сол үшін қазіргі кезде сіздерге байланысты. Сіз сол мүмкіндікті аласыз ба, немесе сол компьютердің ішінде ойнайсыздар ма? Сол. Жақсы. Енді сіздер ауылды мектептерге жаңағындай түрлі компьютерлер, техникалар сыйлайсыздар. Ол қайдан ақпарат аласыздар осы ауылды мектептерде? Осындай бір сондай бір отбасы бар екен, балалар бар екен Мгм. мысалға, иә, жаңағындай техникасы жоқ, болмаса жаңағы ата-анасының қаражаты белгілі бір деңгейде жеткіліксіз деген секілді. Ол ақпарат қайдан келеді сіздерге? Негізі қараңыз, біз өзіміз таңдамаймыз, иә, қай балаға біз береміз, адрестік көмек біз жасамаймыз. Бізде мектеп әкімшілігі арқылы және білім басқармасы арқылы көмегімен жұмыс жасаймыз. Мысалы, оларда барлық ақпарат бар, бізде бар бір шаблон, иә, қандай бізге ақпарат, мағлұмат керек балалардың және ата-аналарының. Себебі біз әр баламен құжатқа, ата-анасымен сол баланың құжатқа қол қоямыз. Договор о безвозмездной материальной помощи, акт приема передачи. Бәрімен қол қоямыз. Біз сол ноутбукты арендаға емес, иә, алып қоймаймыз. Ол өзі баланың ноутбугі. Және де барлық жауапкершілігін сол ата-анасы жауап Мойнына береді, алады. иә, мойнына алады. Сол үшін бізде бір шаблон бар. Бізде мектеп әкімшілігі барлық ақпаратты жинап, бізге құжаттарын жібереді, біз оның бәрін тексереміз. Сосын бізде мысалы 30 шақты техника бар, бір облыс таңдаймыз да, бәрін тексеріп, әр баламен құжат жасап, сосын барамыз да тапсырамыз. Жақсы, жақсы. Және де бір айтарым, көп балалы, иә, кімде мүмкіндігі жоқ, техникасы жоқ балалар, олар жазады анда қосымша ақпарат. Сол балалардың ішінде көбі талантты балалар, кім сабағын жақсы оқиды, олимпиадада мысалы бір орындар алып жатқан, немесе болашақта дайындалып жатыр, иә, ниш мектебіне түсуге, немесе дарын мектебіне түсуге, сондай балалар. Жақсы, жақсы. Яғни сіздерге мектеп әкімшілігі және басқарма осылай бір шаблонды жібереді, сіз соларға қарап таңдап аласыздар. Иә, біздің шаблон арқылы ақпаратты толтырады, сосын иә, біз шешім шығарасыздар. тексеріп, иә. Жақсы. Ал ноутбуктерді қайдан аласыздар сіздер? Ол ай сайын сіздерге белгілі бір ноутбуктер келіп отыра ма әлде қалай? Анда
әртүрлі болады. Мысалы, бір айда негізі біз техниканы жеке тұлғалардан және компаниялардан аламыз. Мгм. Негізі біздің аудитория, Иә. ол компаниялар. Көп компаниялар жыл сайын ноутбуктарды утилизацияға береді. Мгм. Біз гипотезаны тексеріп түсіндік, утилизацияның орнына техникаға екінші өмір сыйлауға болады. Сол үшін біз компаниялардан техниканы аламыз утилизацияның орнына, барлық құжаттарды қол қойып, содан кейін біз техникаға екінші өмір сыйлаймыз. Мгм. Бізде еріктілер бар, бізде жұмыс жасайтын адам бар, сол техниканы диагностика жасайды. Иә. Керек нәрсені егер ауыстыру керек болса, соны ауыстырады, жаңадан сатып аламыз, мысалы SSD, клавиатура бәрін тексеріп, және де сол ноутбуктың ішінде қосымша бағдарламаларды саламыз. Жақсы. Әр темаға, Әр әр тақырыптарға, иә. Аха. тақырыпқа, анда онлайн да бар көптеген ақпараттар, және офлайн Мгм. видео, сабақтар, кітаптар Мгм. бәрін Мгм. ішіне саламыз. Сол балаға қызық болу үшін ол ноутбукты алып, уже ішінде бірнесін қарап, мүмкін болашақ мамандығын таңдап алады. Мгм. Мгм. Жақсы, керемет, күшті. Яғни сіздер тек қана ноутбук емес, сонымен қатар оның ішіндегі программалардың барлығын Программалар, өзгертіп қоясыздар, иә? және де тек қана былай ноутбукты сыйламай, біз жаңадан рюкзак, сумка сатып Мгм. алып, Мгм. ішінде мышкасын, стикерларын бәрінді саламыз. Ал біздің мысалы компаниялар қолдап бізге техника берген, біз оларға да мүмкіндік береміз. Мысалы, ауылды мекенді таңдау, бізбен бірге сол іс-шараға бару, іс сапарға бару, өз компаниясын туралы айтып, мысалы, анда мүмкін бала сосын сол компания туралы біліп, Мгм. сол компанияға мақсаты болады жұмыс Иә. жасауға. Және де рюкзактың үстінде сол компанияның логотипі, біздің серіктестің және біздің логотип. Әртүрлі болуы мүмкін, уақытымен. Мысалы, бір айда 50-100 ноутбук Мгм. біз ала аламыз, ал бір айда бірді-бір тосамыз. Себебі компаниялармен негізі ұзақ құжат бойынша Мгм. сол комплайнс бәрі құжаттарын тексеріп, сосын бізге жібергенше, бізді диагностика жасағанша, сол үшін әртүрлі болады. Жақсы, жақсы, керемет. Енді мен ойлаймын, біздің көрермендерге жалпы қаншама мектептерге бардыңыздар, иә? Қаншама ноутбуктер, қаншама мүмкіндіктер сыйладыңыздар. Енді осының ішінен бір өзіңіздің есіңізде қалған бір қызықты бір оқиғаңыз болса, сол туралы бір бөлісіп кетсеңіз. Мен негізі жобаға келгенде, анда 120 шақты балаға техника сыйлады. Мгм. Қазір біз 700-ге жуық балаға, отбасыға техника бердік. Ол 500-ден астам. Мен баланы көрдім, әр жерге өзім барып 500 жүрдім. тағдыр дейсіз ғой, 500 тағдыр, 500 отбасы, Мгм. 500 ноутбук. Және де әр оқиға қызық болды. Мгм. Әр іс-сапар. Негізі көп бар осындай оқиғалар, Бірақ бірінші ойыма келгені 2 жыл бұрын, Мгм. 1,5 жыл бұрын біз Батыс Қазақстан облысына бардық. Анда бізде барлық іс-шара өтті, Мгм. біз фото, видео Мгм. жасадық. Сосын маған бір қыз келіп, сізді құшақтауға бола ма деп, мен жақсы құшақтадым, Мгм. құтты болсын, сабағыңды жақсы оқы деп, тағы да бірнеше сөз айттым оған. Болды, біз мәз болып кеттік. Сосын кешке қарай ауылдан сосын қалаға жеткенше, Қандай ауыл, білмейсіз ба? Қандай ауыл? Ақтөбе облысы, Аха. ауылдың атын ұмытып Жарайды. Аха, жақсы. кеттім. Анда ауыл толық судың астында кеткен ауыл, Аха. жаңадан сосын салынған болды. Мгм. Негізі жолымыз ұзақ болды. Біз бірінші Ақтөбеге келдік, сосын Ақтөбеден анда районный центрға бардық. Мгм. Сол жерден бізде анда ешқандай машина жол жоқ, жол жүре алмайды. Бізде вазик келіп, сосын техниканы салып, былай шақтап, ештеңе сынбасын жолда деп, сосын былай жүрдік қой анда Иә, жолда. секпіл жолдармен. Аха. Бірақ шаршасақ та, Мгм. осы балалар бізді күтіп, анда мектеп тек қана салынған, Мгм. ашылған емес, Иә. анда ремонттар жасалынған мектепте.
ремонт жұмыстары болды. Ал балалар өздері бір үйдің ішінде оқыды. Мгм. Анда бір адам өз үйін арендаға беріп, сонда бірнеше сменада балалар кішкентай 2 бөлмелі үйде сабақ оқыған, оларға керек болған Мгм. сол кезде Мгм. техника. Анда интернет жоқ. Мен білмеймін ол қыз қалай интернет ұстап алғанын. Мгм. Мен кешке сол Ақтөбеге келіп, маған Инстаграм парақшасында қосылады бір қыз. Мгм. Мен түсіндім ол екен. Сонау маған жазды: апай, тағы да сізге үлкен рахмет, бірінші алла тағалаға рахмет айтамын, сосын сізге жобаңызға, сіздің жобаңызға, себебі мен өте қатты сұрағанмын, ол маған өте қатты болды. Мен сол мүмкіндікті аламын да, болашақта маман болып сіз сияқты қайырымдылықпен айналысамын деп. Ох, Ол керемет. маған прям жүрегіме қатты тиді. Мен сіз сияқты болуын мен айттым, менен де жақсы боласың, Мгм. саған тек қана сәттілік тілеймін, сенде бәрі де болады деп. Сондай болған. Керемет, күшті, күшті. Жаңа айттыңыз, кейбір елді мекендерде мүмкін жол болмауы мүмкін, иә, жаңағындай. Болмаса жаңағы бір қиыншылықтар болуы мүмкін. Осындай бір қиындықтар да болып отырады деп, иә? Иә, Ұзақ жол болуы мүмкін жаңағындай. иә. Тағы да қандай қиындықтар болды? Қиындықтар бізде негізі жоба бойынша ең басында көптеген компаниялар біліп, Мгм. техниканы береді деп, бізде мусор. Мгм. Мусор бізге беретін. Бізді утиль компания ретінде санаған. Жарайды, қайырымдылық қой, зато бізге ешқандай ақша, біз ақшаны экономить етеміз, Мгм. бермейміз. Өте өкінішті. Мгм. Содан кейін біз памятка жасадық. Мгм. Біз қазір техниканы көрмегенше, характеристикасын білмегенше біз техниканы алмаймыз. Мгм. Біз компанияларға айтамыз: кешіріңіз, мысалы сізде 30 техника бар, осыны біз ала алмаймыз, жартысын ала аламыз. Жарамсыз бар, жарамсыз. Иә. Себебі сіздер өздеріңіз түсінесіздер ғой, ол двойная работа. Және де сөзіңіз түсінуіңіз керек, қайырымдылық, бірақ біз бәрін ала алмаймыз. Мгм. Және де біздің мақсатымыз бала 1-2-3 жыл минимум сол ноутбукта жұмыс жасау. Мгм. Мгм. Сол қандай бар қиыншылықтар? Логистика бойынша болып тұрады. Бізде қазір жаман емес болушы еді, егер біздің серіктесіміз болса, логистика бойынша, мысалы скидкамен немесе тегін Иә. бір қаладан екінші қалаға техниканы апару Жеткізіп үшін, беруге, иә, жеткізу апаруға. үшін, сосын жөндеу бойынша, бізде қазір біздің жақсы студент бала, бірақ өте ақылды, опыты бар, ол өзі ремонт жасайды, бірақ қазір егер көп сана болса, Мгм. техниканың, оған қиын болады. Сол Мгм. үшін бізде қиыншылықтар болды. Бір компаниямен біз жұмыс жасадық. Кішкене айта алмаймын, Мгм. Жақсы. хорошая Мгм. обратную Мгм. связь ол туралы. Біз ұзақ күттік, және де бізге ремонт жасамады сол Мгм. техниканы. Ол бәрі тұрып қалады ғой. Иә. Біз одан тосамыз, техника ремонт, сосын балаларға беру керекпіз. Сол үшін егер бір сервисная компания немесе бір адамдар, еріктілер болса, кімге ұнайды жұмыс, сол ремонт жасап, бірдеңесін анда тексеріп, біз тек қана қуана қарсы аламыз. Біздің сайтымызда анда заявканы жібере аласыздар, техниканы беру үшін, немесе серіктес компания болу үшін, немесе ерікті болу үшін. Жақсы, керемет. Ал жақсы, Динара ханым, енді бізде тағы да бір соңғы сұрақ қалды. Алдағы 2-3 жылға мүмкін жалпы алдағы уақытқа өзіңіздің бір компанияның болмаса жоспары болса, сонымен де бөлісіп кетсеңіз. Негізі біздің жоспарымыз көп. Көбін айта алмаймын Мгм. сізге. Жақсы. Сол біздің жобаның ішінде бірнеше іс-шара Мгм. бар Мгм. жобада. 1000-нан астам техника беруге балаларға, Мгм. Және де біз берген балалардың жетістіктерін көруге. Мгм. Себебі қазіргі кезде бізде бар кейбір балалар, 15 шақты бала мысалы бізге грантқа түсті Иә. Қазақстанның университеттерінде. Және де бірнеше бала Дарын мектебіне түсті Мгм. грантқа, Мгм. Назарбаев мектебіне түсті. Соның бәрін жинап бөлісу Мгм. біздің адамдарымызбен, меценаттарымызбен, Мгм. және де сол көптеген мықты компаниялармен серіктес болып, бірігіп, Мгм. осындай жақсы жобаны
күшейтуге. Жақсы. Сондай бізде мақсат. Жақсы. Енді біздің көрермендерге өзіңіздің бір айтарыңыз болса, айтып кетсеңіз болады. Мүмкін біздің компанияға қосылыңыздар, сондай бір ниетті жандар болса. Аха. Мүмкін жаңағы айтқан сіздің оқиғамен бөліскен жаңағы қыз ертең Құдай қаласа YouTube каналымыздан осы подкастымызды көретін шығар. Иә, Ол да саған мүмкін сәлем. сіздің командаңызға болашақта қосылғысы келетін шығар. Сондай жандар мен ойлаймын өте көп. Мгм. Қаншама тағдырларды өзгертіп жатсыздар. И сол бір жандарға өзіңіздің айтарыңыз болса айтып кетсеңіз. Негізі жаңа көбелек эффекті туралы айттым ғой. Мгм. Сол үшін егер көптеген адамдар өздері ауылды мекендерден мүмкін сіздерге осы жоба откликается, Мгм. сіз бізге егер техникаңыз болмаса да сіз бізге көмектесе аласыз. Осы видеоны көріп лайк бассаңыз, подписка жасаңыз, ол уже көмек, және де көбелек әсері бойынша сіздің досыңыз мысалы өз компанияңызға айтып бізге техника бере алады. Сол және де балалар, еріктілер біздің жобамызға ерікті бола аласыздар, стажировкаға келіңіздер. Иә. Мен өте сенемін негізі. Мгм. Біз техника берген балалардың ішінде бір 3-4 жылдан кейін минимум 10 шақты бала біздің компанияда жұмыс жасайды екен. Сол үшін Керемет. мен сенемін, және де көптеген осындай жетістіктерін естіп, сондай саны көбейсін, және Мгм. жетістіктер көбейсін балалардың. Жақсы, күшті, керемет. Көріп отырсаңыздар, жаңағы осындай бір нәрселерге қызықсаңыздар, техникаға қызықсаңыздар, болмаса адамдарға қамқорлық жасағыларыңыз келсе, дәл осылайынан жаңағы Динара ханымның командасына қосылсаңыздар болады, иә? Бұйырса. Ссылка бәрі болады. Мгм. Қосылыңыздар. Жақсы, біз сіздерді күтеміз. Рахмет. Ставьте лайк. Жақсы, рахмет, құрметті көрермендер. Осымен біздің қазақша подкастымыз өз мәресіне келіп жетті. Соңына дейін көргендеріңізге көптен көп рахмет. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, бізді қолдап кетіңіздер. Бұл бізге одан әрмен шабыт береді, мотивация сыйлайды бізге. Рахмет, көптен көп. Сау саламатта жолығайық. Рахмет сізге, Сау сау болыңыздар. болыңыздар.